Достар, сәлем. Бүгін біз нутелла тортын жасаймыз. Ең алдымен бізге ганаш жасау болу керек. Мына жерде бізде молочный шоколад. Обязательно весовой молочный шоколад алыңыздар. Нутелла пастасын саламыз. Сливкиді қайнатып аламыз, ыстық қылып. Және де творожныйды, сырды салып, барлығын бір келкі етіп, блендермен езіп аламыз. Сосын пищевой пленкамен бетін жауып, минимум 4 сағатқа холодильникке жібереміз. Ендігі кезекте бисквит. Бисквитіне кірісеміз. Ең алдымен меренге жасап аламыз. Осындай миксерге жұмыртқаны ағымен шекерді 3-4 бөліп салып, өзін плотно ұстап тұратын меренге жасаймыз. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарысын аламыз және оның үстіне сүт пен сұйық майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді нутелла пастамызды алып, үстіне ыстық суды құйып, және какаоны біртіндеп салып, шоколадный масса жасап аламыз. Осы шоколадты массаны жаңағы жұмыртқаның сарысына салып, барлығын бірдей етіп араластырып аламыз. Ал енді осы шоколадты массаны меренгаға құйып, бәрін бір келкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Енді мына жерде құрғақ ингредиентімізді 2-3 бөліп, астынан үстіне жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамызды алып, формаға құйып, духовкамыз 170 градуста қызып тұру керек. 30 минут пісіріп аламыз. Міне бисквитіміз дайын болды. Бисквитті 2 бөлікке бөлеміз. Бисквиттің бетін обязательно алып тастаймыз. Және де осы бисквитті блендермен ұнтақтап аламыз. Торттың жанын қаптауға болады. Енді кремге кірісеміз. Мына жерде творожный сыр, сливки және сахарная пудра. Холодильниктен ганашты алып, миксермен осылай араластырып аламыз. Енді осы 2 кремді кондитерский мешокқа бөлек-бөлек құйып аламыз. Ал енді торттың сборкасына кірісеміз. Ең бірінші бисквитімізді қойып, бұған пропитка жасаймыз. Пропитка обычный сүт болса болады.
Енді екі түрлі кремімізді осылай шахматном порядке құйып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша құйып шықсаңыздар болады. Екінші бисквитімізді салып, шамалы нығыздаймыз. Оны да пропитка жасаймыз. Енді қалған кремімізді алып, бетін осылай жағып шығамыз да, пищевой пленкамен жауып, 2 сағатқа пропитация етуге жібереміз. Енді мына жерде бізде шоколад және сливки, оны ертіп алдық. Холодильниктен тортымызды шығарып, формадан пышақтың көмегімен шығарып аламыз. Бетін осылай тегістеп алып, жаңағы шоколадный массамызды құямыз. Ендігі кезекте жаңағы ұнтағымызды осы торттың жанына осылай жабыстырамыз. Қалауларыңыз бойынша тортты әрлесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі неше түрлі рецепттер шығады.